Тәкаппарлық. Тәкаппарлықтың негізі. Адамның өзін өзі сүюі, бұл масаттануға және өзіне өзі тамсанып, ғашық болуға апаратын табиғи сезім. Өзін өзі сүюден Алланың басқа құлдарына деген тәкаппарлық, менмендік және менсінбеушілік туындайды. Соның салдарынан кісі өзгелерді менсінбей, төменсітіп қарай бастайды. Ешкіммен санаспайды. Басқаның құқығын таптап, оларды сыйламайды. Келісімді орындамайды. Уәдеде тұрмайды. Жалпы, адамдарға өте әділетсіз қарым-қатынас жасайды. Тәкаппарлық шайтанның түбіне жетті. Шайтан тәкаппарлығымен шектен тыс өз-өзіне тамсануы салдарынан құрдымға кетті. Ібліс оттан жаратылғандықтан Адам алейхиссаламға пайғамбардан өзін артық санап, тәкаппарлық танытты. Егер бір адам дін ғалымдарына, тақуа жандарға деген наразылығын осылай танытса, бұл Алла тағаланың оны бейшара, қор болғандардың қатарына қосқанының бірінші белгісі. Мұндай кісі адамдардың мейірімділігінен құр қалады, ешбір адамнан көмек қолдау алмайды. Алла тағаланың мұндай құлдары әдетте бізде айтқандарымен амал ететін бірде-бір тақуа ғалым адам қалмады дейді. Олардың бұлай кесіп айтуының себебі, мұндай адамдар өзгелерден өзінің айнасын көреді. Кісіде кемшілік бар деп, кемшілігі бар адам ғана айтады деген сөз өте дұрыс айтылған. Тәкаппарлықтан құтылудың жолы. Тәкаппарлық сезімі өзін шектен тыс жақсы көруден туындайды. Алла тағала Құран кәрімде адам жүрегінің тәкаппарлығы, сосын оның емі туралы айтқан. Тәкаппарлықтың ең әсерлі емі өзінің әлсіздігі мен дәрменсіздігінде үнемі еске түсіріп отыру. Алла тағала Құранда жер бетінде даңдайсып жүрме, расында сен жерді жарып тастай алмайсың және таулардың биігіне жете алмайсың. Исра сүресі 37 аятта былай денген. Бұл аят адамды тәкаппарлықпен өркөкіректеніп жүруден тыяды. Жерді жарып тастай алмайсың дегені, адам өз күшімен жерді қақ айырып бөлшектей алмайды. Бойыңмен тауға жете алмайсың дегені, адамның бойындағы тәкаппарлықты білдіреді. Бұл аят бір жағынан тәкаппарларды мазақ ету және даңдайсып жүруден тыю мағынасында. Сондықтан тәкаппарлық нағыз ақымақтық. Асқақтап тәкаппарланған адам еш уақытта жақсылық жасай алмайды. Тәкаппарлық Алла тағаланың өз кітабында Исра сүресінде тыйым салған 10 қасиеттің бірі. Онда тәкаппарлықтан даңдайсып, паңданып жүретін жүріс шығады дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисінде кімде-кім тәкаппар болса, жүрегінде өркөкіректік байқалса, жүріс тұрысында тәкаппарлық танытса, қиямет күні Алла тағаланың ашуына ұшырайды деп айтылған.